Мындай терморегулятор W3002. Бұл 12 вольтқа, мына арада қарасаңыздар, маркировкасы 12 вольт. Яғни бұны 220-ға қалай жалғайсыздар? Мынандай блок питания 12 вольтты аласыздар, және де реле промежуточный, электромагнитный. Осы екі зат арқылы бұны 220 ары қарай лампочкаға қоса аласыздар. Мысалы, мына блок питания құйрығын кессеңіздер, қызыл қара провод шығады. Қызылын терморегулятордың қызыл проводына жалғайсыздар. Қарасына жалғайсыздар. Бұл жерде 12 вольт, ешқандай тоғыру, ондай қауіпі жоқ. Қорықпасаңыздар болады. Төменгі вольттық жұмыс жасайды. Яғни терморегулятордың өзін қостық. Енді терморегулятордың сары қара провод болады. Сары қара провод, мына жерінде қарасаңыздар, электромагнитный промежуточный реленің маркировкалары болады, өзі жазылып тұрады. Мысалы, біздің жағдайда қазір қарасаңыздар, міне осылай тұрған кезде, мысалы 7 мен 8 болады. 7 мен 8, яғни 7 мен 8 мына жағына қарай біз жалғаймыз. Мына жерде 8, мына 7. Яғни мына жерде сары пластикті қарасаңыз, мына жерде 8 болады, төменгісі мынау 7 болады. Сол 8-ге сары проводты жалғаймыз. 8-ге бер жағына қара проводты жалғаймыз, минусты 7-ге яғни. Біздің терморегуляторымыз қосылған жағдайдан бұл жерде көк свет немесе қызыл свет жанады, және де мына реледе жасыл свет жанады. Ал енді 220-ны қалай қосасыздар? Мына төбесіндегі 3 пен 4, қазір мен сіздерге айтайын, 3 пен 4 болады, және 6 мен 5 болады. Яғни 6 мен 5-ке 220 бересіздер, 6 мен 5-ке. Одан кейін мына жаққа 4 пен 3-ке патрон, 2 проводы жалғанады, яғни 220-ны лампочканы. Мына астыңғысы жұмыс жасамайды, оның қажеті жоқ. Мінекеңіздер қазір көрсеттейік. Міне бізде көк лампочкамыз жанды. Яғни команда кетті релеге. Реле ары қарай 220-ны қосты деген сөз. Настройкасы бұның каналда бар. Қалай программировать етеміз. Түсінікті. Тағы да бір қайталап өтем. Блок питанияның қызыл проводқа терморегуляторға жалғаймыз, қарасын қараға. Одан кейін терморегулятордан шыққан сары мен қара проводты мынандай реленің 8-ші маркировкаға сарысын жалғаймыз, қарасына 7-сін жалғаймыз. Одан кейін 220-ны мына екеуіне береміз, 6 мен 5-ке. Одан кейін 3 пен 4-тен лампочкаға жалғаймыз ары қарай. Нагреватель, я болмаса керамический лампа, сол сияқты. Тағы басқа.